Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Асқар, бұл Асқар Нұраков YouTube арнасы. Яғни бұл жерден сіздер YouTubeға пайдалы лайфхактарды алатын боласыздар. Енді бүгінгі айтатын нәрсем өте маңызды, самый аз нәрсе болып тұр. Осы бір-ақ нәрсені білетін болсаңыздар, онда сіздер YouTube'да табысты боласыздар. Ол не деген сөз? Бір-ақ нәрсе, көп нәрсе, 1, 2, 3, 4, 5 емес, бір-ақ нәрсе. Осы бір-ақ нәрсені мұқият тыңдап, біліп, үйреніп, жақсы меңгеретін болсаңыздар, онда кез келген сала десек те болады, иә, кез келген салада. Немесе YouTube'та. Бүгінгі тоқталатын темам YouTube болады. Қалай? Жалпы қазір айтатын боламын. YouTube'тың маңыздылығын айта кетейін, одан бұрын YouTube'тың маңыздылығы, сіздер қазір қаншалықты контент жасайсыздар, соншалықты ақша табасыздар. Мысалы, мен өз басым неше түрлі арналарда жүргізіп жатырмын. Бір уақытта кейбір адамдар, енді саласына байланысты, жалпы айтқанда YouTube'тағы сіздің нишаңызға байланысты. Біреулер контент түсіреді, оның істейтін контенті қиын. Біреулер контентті бір компьютермен, бір телефонмен жасайды. Біреулер даже телефонмен ғана жасайды. Сондай ғана. Нәтижесінде ол қаншалықты сіздің контентіңіз жеңіл болады, және табысты болады, және ол ақшалы әкеледі, және просмотр көп болады, немесе хайповый, немесе трендтағы тема болады. Соған байланысты сіздің ақшаңыз көбейеді. Енді ойланып көріңіз, сіз бір уақытта 10 канал жүргізіп алсаңыз, әрқайсысынан 300 мың теңге. 300-ді 10-ға көбейтеміз, 3 миллион теңге. Енді ойланып көріңіздер, 3 миллион теңге бір айда, 3 миллион теңге бір айда, ол қазақстанский интернет, яғни Қазақстандағы, СНГ-дағы немесе қазақ тіліндегі YouTube болса. Егер мен американский айтпай қояйын, ол жерде 7, 8, 9, 10 есеге шейін көп ақша төлейді. Енді алдағы уақытта оған кеңірек тоқталып өтем, оған қалай өту керек, қалай жасау. Жалпы енді мен мынандай заманда өмір сүріп жатырмық қазірше, білмеймін, ертегі сияқты. Мысалы, мен өз басым мына ақшаны табу үшін біраз еңбек ететінбіз бұрын. Мысалы, 1000 теңге, иә, бір күн жұмыс жасаймыз, 1000 теңге. Қазір какой-то үйде отырып, жарты сағаттың ішінде табуға болады 1000 теңге. Күніге 15-20 мың теңге. 20 мың теңге 30 күнге көбейтсеңіз, 600 мың теңге, $1000 да көп. Ал $3000 табатын сол сияқты бір 2-3 каналыңыз болса, каждыйына $1000 тапқан жағдайдың өзінде сіз $3000 табасыз. Ал $3000 мен мемлекеттің кез келген елінде минимум жақсы дамыған елдерде тұруға болады. Ол YouTube'тың темасы. Сонымен қатар сіз үйде отырасыз, ешқайда шықпайсыз, мүмкін түсіруге баратын шығарсыз. Мен осы компьютермен, телефонмен жасалатын контент. Просто басты істету керек. Қазір көп айтып отқан шығар, неге көп сөйлеп кетті. Бірақ бұл YouTube'тың маңыздылығын білмесеңіздер, сіздің мотивацияңызды ашпасам, мен сізде ондай қызығушылық болмайды. Мен сказка, ертегі айтып отқандай боламын. Жоқ. Ертегі сияқты уақытта өмір сүріп жатырмыз. Мен өз басым бір бұрын стройка, грузчик, ана, мына диплом, бухгалтер, офиста, экономист, программист болып жұмыс істеген кезімде, мына ақшаны табу оңай емес. Қазір рахаттанып отырып табасың ақшаны. Сіз ойланып көріңіз, егер сіздің рахаттанғаныңыз үшін ақша алатын болсаңыз, онда мен ешқандай сіздерге одан артық білмеймін, енді өмірде деп айтайын да, иә. Енді осының бәрі осы бір нәрсеге келе жатыр да, не істеу керек осындай жұмысқа жету үшін? Осы бір нәрсені біл. Енді самый қызықты нәрсе айтайын. Ол не нәрсе екен бір нәрсе? Бір нәрсе ол адамдарға не керек, соны білу керексіңдер. Ол кез келген салада деп айтқан болатынмын, бірақ адамдарға не керек екенін сен біл YouTube'та. Сол кезде сен сол табысты боласың, сенің просмотрың көбейеді, сені үнемі қарайды, жиі қарайды, сені тіпті күтеді, іздейді сені. Просто адамдардың қызықтыра біл. Адамдар неге қажет? Адамдар эмоция бере ма? Сіз эмоция бере алуыңыз керек. Адамдар бір нәрсе іздей ма? Сол іздеген затын таба білуіңіз керек. Мысалы деп айтайын, қазір сен құр бір нәрсені айтып жатсың, өйтіп кім айта алмайды, иә, ол барлық салада. Мысалы, менің інім 15 жасарым, 2007 жылда, Досеке? Әлішер 2007 ғой да? Досик айтып жатыр. Досик айтпақшы, менің көмекшім тоже ютубер, әне отыр. Алдағы уақытта бұнда жеке канал болады. Жеке каналы бар еді, жеке каналы болды, пайдалы қызықтар айтпақшы. Сілтемеде Досиктің ютубын қалдырып кетем, соған да тіркелсеңіздер болады. Бірге жасаймыз жұмыс. Енді айта кетсек, 15 жастағы Әлішер деген інім менің бір жағынан шәкіртім, сол арна ашады. Просто так келеді, арна ашады. Не істейді арна ашқанда? Баратта үйлерді түсіріп, сатылатын үйлерді түсіріп, қожайынымен келісіп, түсіріп, просмотр жинап, түсіріп, кәдімгі телефоны, өзінің телефоны бір 50-60 мың ба, 100 мың ба, сондай телефон, арзан телефон енді көбісіне білесіздер ғой, мектеп оқитын балаларда
көбісінде қымбат телефон бола бермейді. Тіпті үлкен адамдарда да қымбат телефон бола бермейді. Бәрімізде сонандай простой мынандай телефондар, мен Samsung, Android да. Ал түсіріп отқан менде ол iPhone 13 Pro Max. Бұны YouTube-тан алғам, айтпақшы. YouTube-тан алғам мен мынаны. Ноутбукта, мына жерде ноутбук тұр, оны да YouTube-тан алғам ақшаны. YouTube-пен Дубайға барғам, біраз нәрселерді істедік. Айта кетсек, сөйтіп простой телефонымен Алишер видеоға түсіреді, онда өзінің арнасы болады. Үйлерді түсіреді, бір ауылындағы үйлер түсіріп, үйді монтаждап, жасап, өзінің телефондағы сөйтеді, YouTube каналға ашып, соған салады. Қанша просмотр болған білесіздер ме? 100 000 просмотр болған. Бір видеосы 100 000, 2 000 подписчиктай жинайды. Нөлден ашқан канал. 100 000, бір видео 60 000 ба сондай, бір видео 40 000. Енді ойланыңыздар. 15 жасар бала істейді соны. А сіздер неге істемейсіздер? Оған өзіңіз ойланып көрші, қанша уақыт кетті оған. Просто тупо шыға салдың, қалтаңа телефон салдың, домпырадан біреуді көріп қалдың, барып, ассаламуалейкум, аға, көке, тәте, апа, әже, үйіңізді түсіріп олайын, үйіңіз өтіп кетер мүмкін. Барып та 3 үйді түсіреді сөйтіп. Аға, көке, каждый үйге жарты сағат, 1,5 сағат. Үйге келеді, каждыйынан 20 минут телефонда монтаждайды, қият салады, жасайды, обложкасын жасайды, әйтеуір бір жерге кіріп, компьютердан жасайды, телефоннан жасайды, салат. Нәтижесінде 100 000, 150 000, 40 000, 50 000, 2 000 подписчик. Не істейді? 1000 подписчик 4 сағат бар, жиналып тапсаған. Монетизация қосып алады. Енді ойланыңыздар. Өзіңіз ойланып көріңіздер, осыдан мен ешнәрсе демей ақ қояйын. Бұл болған факт, бұл болған нәрсе, өз көзіммен көргем. Енді сіздер неге сондай нәрсе істемейсіздер? Мүмкін сіздер ұялатын шығарсыздар, мүмкін қорқатын шығарсыздар. Мен сіздердің жұмыстарынан шығып кетіңдер, жұмыста жүргендерге айтатыным, жасы үлкен кісілерге айтатыным, жасы 25-тен асып кеткен, 20-дан асқан кәдімгідей ересек адамдарға айтатыным, сіздер уақыт тауып жұмыстарынан бір бөлек сондай нәрселер істеп көріңіздер. Сіздер ойланыңыздар, тіпті бір күн, 2 күн, 1 апта ойланыңыздар, адамдарға не керек, қазір адамдар не іздестіріңдер, зерттеңдер сол саланы. Сөйтіп барып кірісіп, мынандай ақшаны 2 сағатта емес, 20 минутта табасыздар, может. Вообще жұмыс істемейтін боласыздар. Мен өз басым, мысалы, біздер досик екеуміз күні бойы контент жасаймыз. Азаннан кешке шейін контент жасаймыз. Тоқтамай жасаймыз. Азаннан кешке түнгі 4, 5, 6, 7, кете береді таңға шейін. Істейміз, кешке бара келеміз. Бізде жаңағындай, мысалы, осы айда 500 000 түссе, давай келесі айда 700 000 қылайық. Сол кезде сіздің басыңыз қатты істеп бастайды. Негізінде адамға ақша түскен кезде нақты қалайтын боласыздар. Мысалы, біреу айтады, неге сен ағылшынша үйренбейсің деген кезде, ағылшынша үйренетін цель жоқ, оның мақсаты жоқ. Мысалы, неге сен YouTube-пен айналыспайсың деген кезде, сен YouTube-пен айналысатын целің жоқ, сен осы жұмысыңмен жүре бересің. А когда сенің қолыңа ақша түседі, мына ақша YouTube-пен келген ақша міне. Мына ақша түседі қолыңа. Так, мына ақша неше просмотрмен келді? Мысалы, мына ақша пәленбай просмотрмен келді. Давай мен оны 2 есе қылайын. Просмотр 2 есе жасайын. Мынаны просмотр 2 есе жасасын, тағы. Давай 10 000 теңге күніге түсірейін. Давай 20, давай 100 000 теңге. Давай американский YouTube-қа өтейін. Разве ол жақтан 10 есе төлейді? Енді сіздер ойланыңыздар осыдан кейін. Просто так келесіңдер үйге. Жұмыстан мен қазір сағат неше болды сағат қазір міне? Сағат 18-ден 23 кетті. Кешкі сағат 18-23. Келдің, жұмыстан келдің, 6-та бітетті. Бір жерде мұғалім шығарсыздар мүмкін, грузчик шығарсыздар мүмкін, стройкада істейтін шығарсыздар, экономист, тағы жалпы айтқан кезде любой бір жерде жұмыс жасайсыздар, 6-та бітті, 7-де үйге келдіңіздер, немесе 8-де келдіңіздер, пробка, анау 8-де үйге келдіңіздер, шай тамақ істіңдер, 8:30-да. Шай тамақ ішіп болдыңыздар, үйде жатасыңдар, телефон шұқылап, или сериал көріп, бір нәрсе көріп. Давай оның орнына бір сағат 9-дан бастап 10-11-ге шейін бір YouTube-қа бір көңілімді бөлейін. Қалай контенттер жасап отырмын. Мысалы, менің видеом сияқтыларды көріп, лайк басып, бөлісіп қойыңыздар, айтпақшы, менің неше түрлі басқа каналда видеоларым бар, соларына көріп қойсаңыздар болады. Сөйтіп сондай видеоларды көріп, жан-жақты қарап, істеп көріңіздерші. Видеоны құрып өткізіп отырмаңыздар. Мысалы, көріп бүйтіп, давай келесі. Жоқ, сіз көрдіңіз ба, ұнады ма, бір нәрсе, бір видео ұнап қалды ма, сол істегіңіз келіп кетті ма, онда тұрыңыздар, соны істеңіз. Қалып қалмасын ол. Қазіргі заман қандай заман екен білесіздер ма? Видеолар көп, пайдалы ақпараттар көп, ақша жасайтын ақпараттар көп. Мына ақшаны бит жасайсың десең, тағы бір видео шығады, мына. Нәтижесінде ешқандай видео жасамаған, ешқандай істі жасамағансыз. 10 видео көргенсіз пайдалы, 10 түрлі ақша шығаратын. А оның біреуінде істемеңіз, нәтижесінде өткізіп, не істерін білмей шатасып, ең сонда қой, ертең таңертең жұмысқа барайын, қайттан деп ұйықтап қалғансыз. Жоқ, просто істеп көріңіз. Көрген видеоңызға амал жасап көріңіз. Мысалы, мен айттым жаңа,
мысалы айттым, мынандай каналдар жасадым, немесе өзіңіз енді мен айтқан осы видеоға амал жасаңыз. Так, Асқар айтты, былай істе деді. Не керек екенін адамдарға білеймін мен. YouTube'та не керек? Сосын іздеп таптың оны бір аптаның ішінде. Содан кейін не болды? Содан кейін іздестіріп көресің, соны істеп көресің. Басында сізге оңай болу керек. Допустим, үй түсіріп көріңіздерші, үйді барып түсіріп, сатып, анау сатылымға шығарып телефон нөмірін, аға, көке, тәте, анау қарындас үйіңізді алайын, аға, інім. Сөйтіп видеоны түсіріп, монтаждап телефоннан. Простой телефонның өзі ақ жетеді, мынау 20, 30, 50 мың, 60 мың теңге тұратын телефон мысалы да. Сондай телефонның өзі жетеді. Бәрімізде бар ғой телефонға, телефонсыз енді. 99% адамда телефон жоқ шығар қазір. Телефон бар шығар, 1%-ында жоқ, может 1%-ында аз, Енді сол телефонды алып түсіріп сізге айтпайды YouTube'да, мынау не качество мынау? iPhone 13-пен түсірмейсің ба? Samsung S22-мен түсірмейсің ба ультрамен? Сен не мынау 20-30 мың телефон түсіріп? Жоқ, өйтіп айтпайды. Сіздің қарап отқан видеоңыз пайдалы болса болды. Мен мысалы мына жерде телефонмен түсіріп отырмын. Камера керек жоқ, анау мынау деп камера алып зачем маған? Маған осы жетеді. Менің мақсатым халыққа өз сөзімді мен айтатқан екеніме дәлел шамам келгенше сізге көрсетіп түсіндіру. Менің ар жақтағы артық качествоның сізге керегі де жоқ. Мысалы, менің түрімді көріп, мен сөйлеп отқан сөзімді мені ұғып, осы видеодан кейін сіз амалға кірісетін болсаңыз, болды, менің мақсатым сол. Нәтижесінде маған сіздер лайк қоясыздар, подписка жасайсыздар, мен осы сияқты видеоға шығара беремін. Все болды. Сіз де солай жасаңыз. Сіз қолыңыздағы бармен базар қылып телефонды алып, түсіріп, білмеймін, неше түрлі темаларды түсіріп, канал ашып, қанша жастағы болсаңыз да, 13, 14, 15, 10, 20, 30, 40, 50 өзіңіз білесіз ары қарай. Шамаңыз келе ма? Істеңіз. Нәтижесінде бірнеше уақыт өткеннен кейін үйде отырып, бір уақытта 10 канал жүргізіп 2 миллион, 3 миллион, 1 миллион, 500 мың тапсаңыздар, жарайды, 100 мың теңге табыңыздар, жұмыстан бөлек 100 мың теңгемен. Енді сіздерге бір сказка болып кететін шығар, енді сол сияқты, бірақ мен түсінемін, бұл мен алдап жатқан жоқпын. Просто 100 мың теңге табыңыздар. Қандай сіздің біраз расходыңызды жабады. Рассрочкаңызды жабасыз, мүмкін кредитіңіздің жартысын жабасыз, может, бірге жабасыздар. Просто или ақша жинап қоя бересіздер. Күніге, мысалы, айына 100 мың теңге түскен кезде, бір айда 1 миллион 200 мың теңге просто так келеді. Сол что сен YouTube қарап, бір нәрселер істегенің үшін. Ол күніге айына 100 мың, сіз бір айда 100 мың теңге табасыз, келесі айда айтасың, давай мен 200 мың табуым керекпін. Одан арғы давай мен 500 басыңыз істеп, навыкыңыз артып, сіз алдыға жылжи беретін боласыз. Нәтижесінде көп ақша, YouTube-тың бір жақсы жері бар ғой, мынандай да. Мысалы, бір давай мен осы айда 150 мың теңге таптым ба, 150 мың теңге қалтаңа түседі. Давай мен 300 мың жасайын онда. Давай мен 500 мың жасайын. Сөйтіп, ары қарай секіресіз уже, кәдімгідей қимылдап, мына. Себебі потому что ақша түсіп жатыр сізге. Сіздің басыңыз, миыңыз қатты істеп кетеді. Себебі ми бәрін есептеп отырады. Так, неге анандай просмотр қойсам екен? Так, осы айда 1 миллион просмотр болды, нәтижесінде қанша болды? Нәтижесінде 100 мың теңге. Давай мен 2 миллион қылайын, 200 мың теңге табайын. Сөйтіп сіз ойлап істейтін боласыз. Енді 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні адамдарға не нәрсе деген кезде осы жалғыз нәрсе. Адамдарға не керек екенін сіз YouTube-та біліңіз, соны видео тауып сол видеоны түсірсеңіз, адамдар сізді өзі іздеп, тауып, алып, көріп, сіз нәтижесінде жетістікке жетіп, ақшаңыздан көп просмотр, контентіңіз нәтижесінде контентіңіз артып, алды қарай просмотр көп, подписчик көп жинайсыздар. Соңында осы өзіңіздің жұмысыңызға айналдырып, нәтижесінде ай сайын 1 миллион, 2 миллион теңге, мүмкін 500 жарайды, 500 деп айтайыншы, 500 мың теңге тауып, сіз қаражатты боласыз. Енді не деймін, айтпақшы арнаға жазылып кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, бөлісіңіздер, сіздерден сұрайтыным сол, алдағы уақытта біраз күнделікті видео салуға тырысам, қалып қоймаңыздар, осындай лайфхактарды, пайдалы істерді, просмотрды қалай көбейту керек, подписчикті қалай әкелу керек, тезірек, неге сол сияқты тез көтеру жолдары деген сияқты видеоларды мен мысалы алдағы уақытта сондай видеолар салатын боламын. Айтпақшы менің бір видеом бар, сол видеоны көріп алыңыздар, обязательно сол жерде YouTube-тың табысты ютубер болудың 5 несі деген бар, 1,5 сағаттық пайдалы видео, соны до конца көріп шығыңыздар и қолдап кетіңіздер, лайк басып сол видеоны міне көріп жатсыздар, сол видеоны көріп кетіңіздер, сіздерге айтатыным сол, арнаға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, сау болыңыздар, сіздермен бірге болған Асқар, келесі кездескенше күн жақсы болсын.